Аталы сөзге арсыз ғана тоқтамайды. Даналардың айтқан нақыл сөздері бізге өмірімізді жақсартуға, қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Жүзге бөлінгендердің жүзі қара, ұруға бөлінгендердің құруға асыққаны. Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі. Өзіне келер ұятын өзі біліп тұрса игі. Жаудан бұққан немені ортасына қойса игі. Отбасының берекесі ердің ырысы. Ағайынның татулығы елдің бақыты. Ағайынның қадірін алыста жүрсең білесің. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп. Ағайынның азар болса да безер болмайды. Қайрат деген қырам бар, қайғыға тізгін бермейтін. Қайғы деген жылан бар, өзекті шағып өрлейтін. Үміт, сенім, тілек бар, қуантып қуат алдырар. Жылау деген азап бар, қуратып отқа жандырар. Үлкен алдында иіліп сөйле, кіші алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді. Басына іс түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басыңа. Бүгін сағы сынды деп жақыныңды басынба. Өркенім өссін десең кекшіл болма, кесапаты тиер еліңе. Елім өссін десең өршіл болма, өскеніңді өшіресің. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын. Шанышқылаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын. Іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып, өзің түскен өрт қиын. Тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайың жақын. Бауырмал болса інің жақын, алдыңа тартқан адаласын, қимас жақын қарындасын. Сыбайлас болса нағашың жақын, адал болса досың жақын. Жан серігің жас кезіңнен, бәрінен де әйелің жақын. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала. Өзегің талса өзен бойын жағала. Басыңа іс түссе көпшілікті сағала. Өзіңе өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол. Жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Көп тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Бірлік түбі береке, береке түбі мереке. Хан әділ болса, қарашада тойым бар. Хан әділ болмаса, қарашада уайым бар. Жаңбыр жаумаса, жер жетім. Басшысы болмаса, ел жетім. Ұқпасқа айтқан сөз жетім. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Бір қолың ұрысшы болса, екінші қолың арашашы болсын. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дәрия, алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек, туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған пәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Жауға сілтер қаруыңды, жақыныңа сілтеме. Күншілдік деген бар, содан сақтан. Кекшілдік деген бар, содан сақтан. Астамшылық деген бар, одан алыс жүр. Сараңдық деген бар, одан қалыс жүр. Қараулық деген бар, одан таза бол. Ынсапсыздық деген бар, одан аман бол. Жақсыны жаттай, жаманды даттай біл. Бірлік бар жерде тірлік бар. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос.
Жат елдің жақсысы болғанша, өз еліңнің сақшысы бол. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Қылыш жарасы бітеді, тіл жарасы бітпейді. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат. Аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат. Мейірімді апаң қымбат, туып өскен елің қымбат. Ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Адам баласының ризық несібесі, ата-анасының разылығында. Қарап отырма, бір нәрсеге жарап отыр. Кәсіп болмай нәсіп болмас. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Шешендіктен не пайда, артында сөзі қалмаса. Батырлықтан не пайда, халқына қайран қылмаса. Хандықтан не пайда, қара шасын жалмаса. Молдалықтан не пайда, шариғатты өзгертіп, нашарларды алдаса. Арғымақ баптап не керек, жабы қуып жеткен соң. Ағайын туған не керек, аңдысып күні өткен соң. 5 күн дәурен өтеді, ажал қуып жеткен соң. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді. Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. Үйренгеннен ештеңең кетпейді. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен де ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағын шөберең жақын, туып өскен елің жақын. Жамандық қайдан туар, тілден туар. Әркімге ғақыл болса, тілін буар. Шығарсаң бір жаман сөз, сен аузыңнан, артыңнан айдаһар боп сені қуар. Жетесіз жігіт ел қадірін білмес, некесіз әйел ер қадірін білмес. Жаман сөзден жақсы сөз дұрыс. Жаманға айтқан сөзден жақсыға айтқан сөз дұрыс. Ойсыз сөзден ойлы сөз дұрыс. Айтылмай қалған сөзден айтылып қалған сөз дұрыс. Ас тасыса қатығың төгіледі. Ашу тасыса ақылың төгіледі. Қара қылды қақ жарған әділдік күшті. Қызыл тілден балтамған шешендік күшті. Қылыштан қорықпаған адалдық күшті. Ардан аттамаған адамдық күшті. Ағасы келсе ардақтап атын байлағандай, қонағы келсе құрметтеп жайлағандай. Тындырымды інісі болса, қанат құйрығы сай болып, көңілі жай болып, ағаның алар тынысы болса, інінің міндеті басқару, ағаның реті бас бағу емес пе? Жігіттің жақсысы дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген. Бақ ұзатылған қыз, байлық еритін мұз, бала артта қалған із. Өмірдің адамға ең жақсы сыйы сыйласқан сізбен біз. Амандықта қадір жоқ, алдырған күні білерсің. Денсаулықта қадір жоқ, ауырған күні білерсің. Қолда бар жақсының қадірі жоқ, айрылған күні білерсің. Тон бітпеске тон бітсе, қағу менен тоздырар. Жаман әйелге қоң бітсе, ер жігітті аздырар. Бұл жалған дүниеде кімнің төрт құбыласы тең болады? Түзу мылтық, қыран, жүйрік аты бар. Мінез құлқы мінсіз әйелі бар ердің төрт құбыласы тең болады. Асыл болса алған жар, ханым емей немене,
Жайлы болса мінезі, жаның емей немене. Елің жүрсін есіңде, мал мен баққа есірме. Мал мен баққа есірсең, кез боларсың кесірге. Суалмайтын суат жоқ, тартылмайтын бұлақ жоқ. Құйрығы суда тұрса да, уақытысы жеткенде, қурамайтын құрақ жоқ. Дүние деген фәни бұл, баласы жоқта ұят жоқ. Бәрінен де қиын сол екен, артында жанған шырақ жоқ. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес. Жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Біріншіден не жаман? Қатынсыз адам бақытсыз, бақытсыз болсаң сол жаман. Екіншіден не жаман? Баласыз адам бағасыз, бағасыз болсаң сол жаман. Үшіншіден не жаман? Малы жоқтың жайы жоқ, жайсыз болса сол жаман. Төртіншіден не жаман? Жұрты жоқтың құты жоқ, құтсыз болсаң сол жаман. Құдайсыз адам имансыз, имансыз болсаң сол жаман. Бәрін айтта бірін айт. Үйіңнің алдында төбе болса, ерттеулі атпен тең. Аулыңда ақылгөй қарт болса, жазып қойған хатпен тең. Құрметті тыңдарман, әр күнімізді бірге ерекше етіп, даналыққа толы өмірімізді мәнге толтырайық. Қазақ тілді арнамыздың дамуын қолдасаңыз, лайк басып, ойыңызбен бөлісіп, тіркеліп қойыңыз. Бізбен бірге болыңыз.